2025 жылдан бастап латын әліпбиі қолданысқа енбек. Аталған тақырып Бөрлі ауданындағы маңызды басқосуға арқау болды. Латын керуені атты республикалық көшпелі семинар тренинг өткізіліп, тіл жанашырлары тұрғындардың сауалдарына жауап қатты. Шайсұлтан Шайхметов атындағы тіл қазына ұлттық ғылыми практикалық орталығы директорының кеңесшісі, тіл жанашыры Оразгүл Асанғазықызы аудан мұғалімдері мен жастарға латын графикасын пайдалану уақыт талап екендігін жеткізді. Жиналғандардың сұрақтарына жауап қатты. Мамандардың айтуынша, латын қарпіне көшкенде алдымен тіл тазалығы реттеліп, жат дыбысты таңбалайтын әріптер қысқарады. Екіншіден, қазақ тілінің табиғи таза қалыбы сақталады. Үшіншіден, мемлекеттік тіл жаңғырып, жаһандық кеңістікке жол ашылады. Жиында сондай-ақ латын қарпіне кезең-кезеңмен көшу жұмыстарымен мақұлданған емле ережелерді түсіндіру шараларының барысы да айтылды. Мақсат, неге біз осы латын қарпіндегі қазақ әліпбиіне көшіп жатырмыз? Қандай жұмыстар істелінді? Кезең-кезеңмен қашан өтеді? Осыны халыққа жеткізу өздеріңізге белгілі. Осы латын қарпіндегі қазақ әліпбиіне көшу жөнінде жарлық шыққан, ол бойынша 4 жұмысшы тобы құрылған. Сол орфографиялық, әдістемелік, терминологиялық және ақпараттық техникалық. Барлықтар өздерінің жұмысын жасап жатыр. Алғашқы екеуінің жұмыстары мақұлданды. Осы мақұлданған бойынша қазір емле ереже жасалынды. Осы емле ережеге байланысты барлық түсініктеме жұмыстарын халыққа айтамыз.